Баршаңызға сәлем достар. Йод адам ағзасы үшін өмірлік маңызды микроэлементтердің бірі. Бүгінгі таңда еліміздің тұрғындарының барлығы дерлік жеңіл дәрежедегі йод тапшылығында. Йод қалқанша без бөлетін Т4 және Т3 гормондарының құрамына кіреді және ағзада көптеген маңызды қызметтер атқарады. Достар, арнамыздағы барлық видеолар сіздерге көрінуі үшін подписаться батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Йодтың біздің ағзамызда атқаратын бірінші маңызды қызметі май және көмірсу алмасуына қатысады. Ішектерде көмірсулардың сіңірілуімен олардың клеткада утилизациялануын арттырады. Бауырдағы гликогеннің деңгейін төмендетіп, ыдырауын ынталандырады. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Келесі қызметі ұлпалық деңгейде тыныс алуды реттейді. Жалпы метаболизмді, оттегінің шығынын және ұлпалардағы жылу түзілуді арттырады. Үшінші маңызды қызметі метаболизмдік процестерге әсер етеді. Митохондрия мен жасуша мембранасындағы метаболикалық процестерге әсер етіп, РНК түзілуін және өсу процестерін ынталандырады. Келесі маңызды қызметі жүктілік кезінде. Жүктіліктің бірінші триместрінде ұрықтың орталық жүйке жүйесінің негізгі анатомиялық морфологиялық белгілерінің толық дамуын қамтамасыз етеді. Сәбидің өмірге келген алғашқы жылында миышықтың жетілуі, мидағы нейрондардың бөлінуі мен қалыптасу процесінде маңызды роль атқарады. Баланың 3 жасқа дейін жүйке талшықтарының миелинизациялану процестерін ынталандырып отырады. Йодтың ағзамыздағы келесі бір маңызы қорғанышты қызмет атқаруында. Түрлі жолдармен қанға түскен тұрақсыз микробтарды өлтіреді, ал төзімді микробтар қанның қалқанша безі арқылы өткенде әлсірейді және бірнеше қан айналым циклынан соң тіршілігін жояды. Ағзада йод жетіспеген кезде темір өз қызметін дұрыс атқара алмайды. Достар, келесі видеода ағзаға йод жетіспеушілігін анықтайтын ең оңай тестпен бөлісетін боламыз. Арнамыздағы видеолардың барлығы сізге көріну үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз және достарыңызға таратыңыз.